балаларға ойыншықтарын бөлісуге мәжбүрлей аламыз, бірақ оларды жомарт болуға мәжбүрлей алмаймыз. Біз балаларды кешірім сұрауға мәжбүрлей аламыз, бірақ оларға эмпатия немесе өкініш сезімін туғыза алмаймыз. Егер біз балаларға ризашылық, жомарттық, эмпатияны дамытуға көмектескіміз келсе, біздің ең жақсы көмегіміз оларға үлгі болу, алғыс айту, жомарттық таныту және бір-бірімізге жанашырлықпен жауап беру арқылы. Бала кезіңізде кешірім сұрауға мәжбүр болдыңыз ба? Ал өкінген кезіңізше? Алғыс айту, жомарттық, жанашырлық тек табиғи берілгенде ғана бойға сіңеді. Мәжбүрлесеңіз, бала оған еш иланбайды. Джеймс Болдуин айтқандай, балалар ешқашан үлкендерді тыңдауға шебер болған емес, бірақ олар ешқашан оларға еліктеуді тоқтатпаған. Біз олар қаламаған сөздерді айтуға итермелегеннің орнына келесі сөздерді айту арқылы айналамызды